мұғалім біздің былайша айтқанда ата-анамыздың орнында, ата-анамыздың қызметін атқарады. Мұғалімді құрметтеу ол әр кезде, әр заманда қазақтың бір дәстүріне айналады. Өйткені біздің болашағымыз біздің ұстаздарымызға, мұғалімдерімізге тығыз байланысты. Олар өздерін аямай, күні түні бізді ойлап, біздің болашағымызды ойлап, бізге таңертеңнен кешке дейін сабақ дәріс береді. Көп нәрсені үйреткісі келеді, жеткізгісі келеді. Бірақ енді оқитындар бар, оқып білім алып, білімге махаббат қойып, ондай да бар. Ондай енді көпшілік болмаса да, бірақ бар. Енді біздің тақырыбымыз оқығысы келмейтіндерге байланысты. Олар енді бұл нәрсені білмегесін, білім алудың дәрежесін, білім алудың ертең нәтижесін білмегендіктен олар білім алудан қашады, алыс болады. Бірақ та егер де адам баласы білімге жақын болса, ол қалай жақындайды? Бірінші, ұстазымен білесін дұрыстау керек. Мұғалімге барып, алдына барып айту керек. Ұстаз, немесе ағай, немесе апай, осындай нәрсені түсінбей жатыр. Маған түсіндіріп бересіз бе десе, болды. Мұғалімдер көбінесе осындай нәрсені күтеді. Өстіп, шәкірт келіп алдына сұраса бір нәрсені. Жалпы білім алу неден басталады? Сұрақ қоюдан басталады. Сұрақ қойса, жауабын алады. Енді сұраудың да әдебі бар. Апайға келіп, немесе ағайға келіп, сұрақтармен жаудырып, мазаламау керек та. Бір-екі сұрақ күнеге. Бірақ арасы үзілмеу керек. Сонда бір жылдың ішінде 365 күннің ішінде бір сұрақтың өзіне жауап алып тұрсаңыз, 365 мәселені қарастырып шығасыз. Сізден осы мектебіңізде, немесе колледжіңізде, университетте сізден асқан білгір болмай қалуы мүмкін. Егер шынымен осындай болса. Бірақ білім алуда екі тұлға, екі түрлі адам жетістікке жетпейді. Біріншісі ол тәкаппар адам. Ол өзім білемін деп. Немесе мына апай, немесе мына ағай не біледі өзі деген секілді, сондай бір тәкаппар адам ешқандай білімге жете алмайды, қолын жеткізе алмайды. Өзім оқып алам, өзім GPT-ден сұрап алам деген секілді мақрұм қалады, өстіп жүріп білімнен. Ал екінші білімге қол жеткізе алмайтын адамның екінші түрі ол ұялшақ. Әрбір сыныпта, әрбір топта сондай бір адамдар бар. Апай сабақтың кезінде, немесе ағай сұрақ қояды. Енді кәдімгі әдеттегі сұрақтар ғой. Кімде сұрақ бар деп сұрайды. Кім не түсіне алмай қалды, нені түсінбеді, сұрақ қойсын деп күтеді сабақтың соңында. Сондай кезде адам баласын естімеу керек, ұялмау керек сұраудан. Жан-жақтағылар күле берсін, немесе басқа не істесе сол істесін, бірақ сіздің міндетіңіз бүгінгі күніңізді бекер өткізіп алмау. Уақытты бекер өткізіп алмау. Сұрақ қою керек, ұялмау керек, қысылмау керек. Өйткені білім алуда ұялу болмайды. Енді өмірге келетін болсақ, бір қоғамға келетін болсақ, әрине қоғамда ұялу ол деген өте жақсы қасиет. Өйткені жалпы мұсылман адам не істеу керек? Ұялшақ болған абзал. Ұятсыз болмау керек. Еш нәрседен ұялма деген тәрбие ол дұрыс емес. Қысылма деген нәрсе. Ұялшақ адам әр кезде оның дәрежесі жоғары болады. Ол құрметті болады. Сол себепті
Білім алудың да несі бар? Әдебі бар. Әдепті болу керек. Сұрағанның өзінде айқайлап, анау партаның ар жағынан соңғы қатарлардан бүкіл кластың несі үстінен айқайлап, ол дұрыс емес. Сабақ ұстаз өзі сұраған кезде немесе сабақтан кейін барлығы тарап кеткеннен кейін барып жеке әжеме деп сұрасаңыз, сосын жауабын жазып алсаңыз, өйткені жазылған нәрсе ұмытылмайды. Сол себепті осы алтын уақытымызды білім, өткені ол жастық шағында алынған білім, ол тасқа қашалғандай өмір бақи не істемейді, өшірілмейді, есте сақталады. Ал енді мысалы жастық шақты өткізіп алып, кейін үлкен кезіңізде оқимын десеңіз, ол мынау үлкен адамдардың білім алуы суға жазылғандай. Қазір жазасың, қазір ұмытылып қалады. Сол себепті білім алу ол жастан болады. Осы уақытыңызды жіберіп алмаңыз. Егер сіз ата-ана болсаңыз, осы ұл қыздарыңыздың жас кезінде білім алуына мән беріңіз.